базовый лекаламызды дайындап алдық. Енді мына беліміз былай үшбұрыш болмайды, шамалы. Келтіріп алайық. Мынау біздің, мынау денеміздің жартысы ғой, қазір қиып көрсеткен кезде көрінеді, мынаның жартысы манекеннің. Енді осы дайын біздің лекаламыздан менің суреттегі камзолыма лекала дайындап аламыз. Ол үшін менде бұл жерде 3 бөліктен тұрады, яғни ол бірінші жаңағы мынау екі қолтық ойындымыздың арасы. Міне. Осы жерден енді мен аламын линейкамен. Мынау үшбұрыштан мына жерге 2 см белгілеп алыңыз, мына линияңыздан. Міне. Осы жерге шейін. Міне. Маған керегі міне, тура осы жаңағы мойын ойындысымен келіп, осы жерге келіп тоқтайсыз, міне. Маған керегі міне. Мынау аралық. Осы бір аралық. Енді бұл бір бөлігім. Бір бөлігім. Екінші, мынау. Мына жер. Тура осы қолтық ойындысын аламын. Осыдан міне. Бұл жерде байқасаңыз суретте бүрме бар, я? Сол үшін мына жақтан 2 см немесе 3 см бүрмесін өзіңіз қалай көбейтіп азайтқыңыз келеді, соған қарап есептеңіз. Мен мейлі 3 см қосайын. Тура осы линияның екі жағына. Міне. 3 см қостым. Тура осы енді мынаны берге жылжытам 3 см-ге. Міне. Сонда мына аралыққа да 3 см қосылады ғой, я? Көріп тұрсыз ғой. Жақындатып көрсетіңіз міне. Міне менің қазір кәжекейіме керек болатын лекала бұл. Міне. Мынау тура жаңағы былайынан келген менің мойын жағымның алатын жерім. Міне. Осы жерден тура осындай мына немен сызып аламын. Міне, мынау былай келді ғой. Міне, былай келді ғой. Тура осылай, міне. Осылай сызып аламыз. Белімізге дейін жүреді. Мына жерден түзу жүргіземіз. Төмен қарап. Бақал жанып көрсетіңіз, міне белге дейін. Міне. Бұл екінші бөлігім. Мынау менің екінші бөлігім. Маған жазатын абайға жазбай жатыр ау деймін. Екінші бөлігім, я? Енді үшінші бөксе бөлігім. Міне мына аралығы. Енді мен бөксеме шамалы ұзындау ғой менің кәжекейім. Сол үшін 5 см қосамын. Міне. 5 см. Белгілеп алып, линиясын дайындап алыңыз. 5. Егер жоқ маған қысқа керек десеңіз, өзіңіздің бөксе өлшеміңізбен ала беріңіз. Жаңағы негізгі лекаладағы линиямен. Мен шамалы ұзындауға қылып жатырмын. Суреттегі камзолда шамалы ұзындау, бөксені жауып тұрады. Міне, осы жер. Енді біз мынау линиямыз бар ғой? Осы линиямыз. Мына түзу линияны көрдіңіз, я? Ол үстіңгі бөлігіміз. Осы түзу линияға тағы да 3 см қосамын. Міне. Мынау тураны көкірек тұсына былай келетін ғой. Камзолым былай келеді ғой, я? Осыған да 3 см қосамын. Міне. 3 см қосамын. Енді осыдан түзу жүргіземін. Түзу жүргіземін. Бұл менің үшінші бөлігім. Үшінші бөлігім. Енді менде белде, суреттегіде линия бар, яғни белбеу бар. Ол менің ұзындығы 3 см. Ұзындығы 3 см. Ой, не дұрыс, ұзындығы былай қалай еді? Көлденеңнен белдің ортасында тұратын жер 3 см болады. Ал горизонтально ол қандай болады? Мынау біз белімізді алдық қой бағана, я? Ақбат талия. Мына ақбат талиямыз 63 см, я? 63-ті 4-ке бөліп біз 15-те 6 деп алғанбыз. Осы 15-те 6-ға 6 см қосамын. Өйткені ол ішіндегі белдіктің есебімен жиырылады. Сонда мен бағана ақбат талиям 15-те 6 деп алсам, оған 6 см қосамын да. 15-те 6 қосылған 6 см. Так, 21-де 6 болады, я? 21-де 6. Сонда менің белбеуімнің ұзындығы, яғни белдік емес, белдіктің ұзындығы, ол басқа. Белдіктің ұзындығын бөлек айтып кететін боламын.
сантиметр ені. Ал ұзындығы ені 3 сантиметр. Ұзындығы 21,6 болады. Бөлшек құрақталған екі алаларымызды, яғни вөт рекі дейді, оларды бөліп болғасын кесіп дайындап алайын. Юбка бөлігім, яғни белден төменгі жағын. Жаңағы үлкейтіп алған жерімізді көріп тұрсыз ғой, дәл солай алып кесеміз. Екінші бөлігім. Енді мынау белбеуімнің осы шамалы ғана жерін кесіп алайын. Бұны матаға түсірген кезде бұлай қысқа қылып түсірмейміз. Матаны екі бүктеп түсіреміз, немесе жаңа мен айтқандай көп бүктеп түсіруге болады, бірден ұзын белбеу шығарып. Болды, осы қиындыларды бұл тек қана алды, әлі арты емес. Қиындыларды матаға түсіріп алуға болады, яғни өтірекілерді. Немесе ең бірінші артының өтірексінді бөлек жасап алуға болады. Енді мен дәл осының арқа бөлігін жасау үшін тура жаңағыдай алдымызға ұқсап линияны жүргізіп алайын. Ол маған әдемі жазылып келді. Үстінен де бір линия, тура жаңағыдай алдындағымыздай жасаймыз ғой. Линия. Енді осыдан мойнымызды анықтап алайық. 7 сантиметр. Енді біздің мойын ойындымыз 8 сантиметр болмайды. Бұл жерден 2 сантиметрді аламыз. Міне. Жаңағы 11,5 біздің иық ұзындығымыз. Так, осыдан 2 сантиметр төмен түсіремін. Міне, менің иық өлшеміне. Енді ары қарап мен жаңа алдындағы бөлігім мынау еді. Міне, естеріңізден соң алдындағы бөлігім. Енді осыны сіз лайнан қойып, тура осы бойынша жасасаңыз болады. Осының линиясымен екі пройманың ұзындығын алсаңыз болады. Міне. Енді қолтық ойындымызды қараңыз. Алдыңғымыз шамалы ойынқы болады да, артқымыз ондай қатты ойынқы болмайды. Сол үшін қолтық ойындымызды осылай аламыз. Еді 0,8 сантиметр, 1 сантиметрдей болатын. Міне. Мынау біздің сонда артқы бөлігіміз, е? Бұл бірінші бөлігіміздің артқысы. Так, енді екінші тура жаңағыдай, мынау біздің бұлай алғандағы алдыңғы бөлігіміз тұғын. Линияның бойына келтіріңіз. Міне, мынау линияның бойына келтірдік қой, е? Енді маған керегі дәл осы, міне. Енді мына жерін қатты ойып алмаймыз, осы жеріне қараймыз. Бұл алдыңғы ойығымыз 0,8 сантиметр, мына аралық 0,8 сантиметр болу керек. Міне, осылай аламыз. Тура мына бөлікпен, мына қарадыңыз ғой. Тура осы бөлікпен арт жағымыздың екінші бөлігін дайындаймыз. Мына жеріміз біздің ұзын болмайды, өйткені бұл жеріміз бірігіп тұрады ғой, арт жағы бірігіп тұрады. Біздің алдыңғы жағымызда бүрме көп болатыны, алдыңғы жағымызда төс орналасады, яғни ол біздің денеміздің шығыңқы жері. Артында ондай шығыңқы жер болмайды, сол үшін бұл жерден шамалы ғана аламыз. Міне, тура осыны алған кезде, міне, көріп тұрсыз ғой. Біз жаңа надан 3 сантиметр жоғары алдық па өзінің негізгі бөлігінен. Тура осылай 3 сантиметр жоғары алып жасасаңыз да болады, міне былай. Олай да қате болмайды. Мен просто арқасында бүрмесін көп қылмаймын. Мен шығарған камзолдың бәрінде арқасында бүрмесі аздау. Именно мынау арқа тұс бөлігінде мына жағында бүрмесі аздау. Немесе тура осылай бағанағы алдындағыдай 3 сантиметрге қосқандағыдай 3 сантиметр. Міне, мына аралыққа 3 сантиметр және мына аралыққа 3 сантиметр қостық қой. Дәл осы 3 сантиметрді осы жерден де есептеп мына бір жерге алып келсеңіз де болады. Міне. 3 сантиметр бағана негізгі қолтық ойындымыз мына жерден келгенде
мына жерге дейін болса 3 сантиметрден кейін міне мынау болады ғой. Енді бұл екінші бөлігіміз, иә, кесіп алатын. Міне біздің кесіп алатын арамыз мына жер. Так, үшінші етек бөлігіміз. Мына жағын кесіп тастамаймыз. Тура біздің ортадағы линиямыз бұл. Дәл осылай. Дәл осылай бұл үшінші бөлігіміз. Осының бәрін кесеміз. Мынаны да осы аралықтан есептеп қояйық, 16-та 5. Бірақ матаға түсірген кезде қыздар міндетті түрде тігіске кететін сантиметрді есептеп аламыз. Осылай үшіні бұл біздің белде тұратын бөлігіміз қой. Жаңағы астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігі жалғап тұратын жеріміз ғой. Так, осылардың барлығын енді кесіп аламыз. Ана кескен кезде қате кесіп қою мүмкін да. Сол үшін бірден кесіп те көрсетейін деп отқаным. Мен обойда кескеніммен бұны матада кеспеймін. Осы артқа бөлігінде именно матада кеспеймін. Матаның қайылып қалған жеріне қойып, сөйтіп пішем бұл жерді. Қалтасын және қалтасының жан-жағын апкантовка жасайтынын, сосын көкірегінде арқа тұсында тұрған лентасын бөлек размерлерімен көрсететін боламын. Фақат ненің камзолдың негізін көрсетейін. Міне артқа бөлігінде дайын болды. Өшірейін ба? Міне бұлай тұрады. Бұлай тұрады ғой. Көріп тұрсыз ғой, мынаның бәрі жиналып мынаған келеді. Мынаның барлығы жиналып мынаған келеді. Мынау жиналып мынаған келеді. Все, өшіре беріңіз. Қыздар, арт жағымыздың да, алды жағымыздың да лекаласын дайындап алғаннан кейін енді матаға түсіреміз. Сіздердің сұрақтарыңыз енді белгілі болады, қандай мата таңдаймын. Мынандай маталайын деп тұрмын. Бұл шторный велюр деп аталады. Бұның қаттылығы шамалы қаттылау. Сосын сіз бірінші тіккенге негізі мен сізге мынаны ұсынар едім. Мынау 900 метр 900 теңгелік королевский велюр. Өте қағаз сияқты болады, пішкенге ыңғайлы. Бірінші рет қолданып жатқан, бірінші рет тіккелі жатқан қыздарға осы жақсы вариант. Ал астарға специально өзі камзолға деген астарлар болады. Атластар әдемі, сосын бар, лёндар әдемі, қыбы бар. Мен жатқыны қолданайын деп жатырмын. Астарға әдей осы сиреневый түстен алдым, өйткені мен фиолетовый шторный велюр таңдап тұрмын. Ендеше, сосын тағы қанша камзол жетеді, қанша метр материал қанша камзолға жетеді дейтін болсаңыз, мынау шторный велюрдің ені 1,80 болады ғой, 2,80 болады ғой. Бұдан стандартный 2 кіші размерді шығаруға болады. Ол, например, 46 мен 44 шығаруға болады. Уже үлкен размерлерден екеу шықпайды. Ал мынау неден, камзолдан 1 метрден шығады. Әрине 1 метрден 1 камзол шығады, 1,5 метрден 2 стандарт камзол шығады. Так, матамызды міндетті түрде теріс жағынан қаратамыз пішетін кезде. Сосын ворсы төмен қарап жату керек. Қолмен сипаған кезде бұлай емес, төмен қарап жату керек. Осыдан жоғары жақтан төмен қарап пішесіз. Так, мен ең әуелі жаңағы пішіп алған қағаздарым бойынша материалға түсіріп алайын. Так. Мынау менде екеу түседі, өйткені бұдан менде екі жағы бар, иә? Екі иығым бар ғой. Так. Сіздер енді пішкен кезде міндетті түрде 1 сантиметр тігіске қалдырып кесесіздер. Мынаны сызатын кезде материалға міндетті түрде 1 сантиметрді тігіске жібересіздер.
міндетті түрде 1 сантиметрім жан жағынан тігіске кету керек. Иығынан мына тігіске кеткен, бұның барлық жағынан тігіледі ғой. Бұның бірігіп тұрған жері ешқандай да жері болмайды, барлық жері кесіледі. Ол бізде артында міндетті түрде бірігіп тұратын жерін мынау қайылып қойған жерімізге қойып тігуіміз керек, пішуіміз керек. Жағы көрінбей қалыпты. Бастырып қоя салайын. Так. Одан кейін мына бел түсіне түсетін белдемшем. Бұның да міндетті түрде жан жағынан 1 сантиметр қалдырып кесеміз тігіске. Так. Сіздерге ыңғайлы болып көрініп тұру үшін матамды шағындау кесіп дайындап алғанмен, енді үлкен қылып алатын болсам, жан-жаққа сырғып кетеді. Дәл осы сызып алғанымызды енді қайшымен кесіп аламыз. Қайшыны қолданған кезде, қыздар, мына матаңызды басып тұрыңыз, ал қайшыңызды астын жылжытпай, үстімен тек қана үстімен жүріп қиясыз. Астын бүйтіп көтеріп қиюға болмайды, асты столға тиіп тұру керек. Üstüngü жағын. Мына ворсы төмен қарап жатады екеуінің де. Кеуде тұсым. Так, белдемшем. Етегі, міне, мынаған былай бүріліп келеді. Міне, осылай бүріліп келетін болады. Енді мен сіздерге мына жеріндегі сосын барып арқасына түсетін құрақты и қалтасына түсетін құрақты көрсетейін, қанша сантиметр болатын. Қыздар, дәл алдыңғы бөлігіміз сияқты артқы бөлігімізді де пішіп аламыз. Сол үшін бағана біздің кесіп алған бөлкектеріміз керек болады. Мынадан бастайын. Енді мен қараңыздар, матаны мындай қайырылған жеріне қойып жасаймын, өйткені артында бізде ешқандай да алдымыз сияқты ашық жер болмайды, тұтас болады артымыз.
сантиметр тігізге кететінін ұмытпаймыз. Міне тура мына арадан кессем, екеуіне де 1 сантиметр қалады. Енді осы қашымен кесіп аламын.